Екінші сынып қазақ тілі 77-ші сабақ. Жұрнақ пен жалғау. Мақсаты жұрнақ пен жалғауды ажырата аламын. Мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықтаймын. 53-ші жаттығу. Суреттер бойынша мәтін құрастыр. Бұл жаттығуларды жасайсың ба? Біз достарымызбен ойнауға шықтық. Спорттық жаттығуларды жасап жарыстық. Алан турникке тартылды. Айша секірмекпен секірді. Мен құрсаумен жаттығуды жақсы жасап шықтым. 54-ші жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы. Ас алдында қолымды жууға ойым бөлінді. Тазалыққа мән берем, мұнтаздай қып өңімді. Бекқожа Жылқыбекұлы. Өлең не туралы? Тазалық туралы, яғни таза жүру туралы. Тазалыққа сөзін тазалық сөздерімен салыстыр. Содан өзің қорытынды жасап көр. Таза түбір, тазалық, таза түбір, лық қосымша. Тазалыққа, таза түбір, лыққа қосымша. Қосымша жұрнақ пен жалғау болып екіге бөлінеді. Сөз мағынасын өзгертетін қосымшаны жұрнақ дейді. Жұрнақтың белгісі үшбұрыш секілді болып келеді. Сөз бен сөзді байланыстыратын қосымшаны жалғау дейді. Жалғаудың белгісі төртбұрыш болып келеді. 55-ші жаттығу. Мақалды көркем жаз. Өнерлі жігіт өрде озар, өнерсіз жігіт жер соғар. Жұрнақ жалғанған сөздерді тап. Өнерлі, өнерсіз. Шығармашылық үзіліс. 56-шы жаттығу. Мектепке ұзындыққа секірумен жүгіруден жарыс өткізілмекші. Жарысқа 2-ші, 4-ші сынып оқушылары қатысады. Сыныптарында секірумен, жүгірумен шұғылданатын балалар бар ма? Олар осы жарысқа қатыса ала ма? Сол туралы өз ойыңды білдір. Біздің сыныпта Алихан жақсы секіреді, ал мен жүгіруден бірінші болып келемін. Егер біз мұндай жарысқа қатыссақ, жүлделі орын аламыз деп ойлаймын.